Ал енді сабағымызды бастайық, дайын болсаңыздар. Жалпы ютубтан ақша табудың ең бірінші жолы бұл монетизация, яғни просмотрдан түсетін табыс. Өздеріңіз білесіздер, ютубтан видео көріп отқан кезде арасында пропустить деген рекламалар шығады. Ол пропустить деген реклама қаншалықты көп шыққан сайын сол құрым сізге көп ақша береді. Яғни сіздің жұмысыңыз мен айтқандай видео түсіру, монтаждап ютубқа жүктеу. Ал қалған жұмыстың барлығын YouTube өзі жасайды. Мысалы, үлкен компаниялар бар, Сулпак, Технодом, AliExpress деген. Сол компаниялар YouTubeқа ақша береді. Айналайын YouTube, мені саған $1000 мені жарнамала деп ше. Сөйтіп YouTube оның $1000 алып, Технодом, купи в рассрочку, только в эту пятницу, Каспий жұма деген сияқты әңгімелерді айтып, сіздердің каналдарыңызда рекламасын жібереді. Яғни ол рекламалар көрінген сайын ана бана $1000-ның бір бөлігі сізге бөлініп отырады. Сөйтіп ай біткеннен кейін